түсін білдірсе. Я? Заттың пішіні. Әрі қарай енді тағы бір сөз тақтары біздер өткен. Соңғыда өткен қалай деп аталады сөз тақтары? Қалсақ айтамыз, сан есім дегеніміз не? Заттың санын білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Келісеміз ба балалар? Жарайсыңдар балалар. Көбірек бізден қайталаймыз сөз тақтарын білгенімізге ұмытпаймыз. Сөз тақтары деп біздер зат есімді, етістік, сан есім, сонымен бірге сын есімді айтады екенбіз, иә? Енді балалардың алдарында кішкене ғана мынада ойын ойнап жүрейік. Шуламаймыз. Алдарында балалар, міне, балық аулаймыз. Балық аулау ойын ойнаймыз. Жаңа келмеген балалар келе ғой, еділ келе ғой. Келе ғой, мына қатардан еділ келе ғой, сен тапайын. Қазір, шуламаймыз. Келе ғой, еділ мына қатардан қойып. Ал балалар, біздер қайталау санап өтіп отырмыз ғой. Сондықтан да қазір мына алдарындағы балықты еділ аулайды. Осы балықты, қармаққа түскен балықты сұрақ бар, немесе сөздер бар. Қай сөздеріне жатады екен? Сұрақ қандай екен? Табайық. Қане, аламын. Я. Қандай сөз бар екен? Қане, оқиға. менің көзім үлкен. Дұрыс. Ал осының ішінде менің көзім үлкен. Қай сөздеріне жататын сөз бар деп ойлайсың? Үлкен деген. Қай сөздер бар? Сын есім бар, сан есім бар, қай сөздер бар? Көзім үлкен. Дұрыс. Сын есім. Сұрағы қандай? Сұрағы үлкен. Үлкен деген сөзді сұрақ. Қандай? Сонда сын есім сұрағы қандай екен? Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Әрі қарай келеді. Қуатжан келе ғой. Шыдам. Келе ғой. Ал. Айзере балықшымызды көрейік. Қалай балық аулайды екен? Ал, қандай сөз бар екен? Өрмекші. Ал, қай сөздерді жатады деп ойлайсың? Өрмекші деген сөз. Айтып қоймаймыз. Я. Қай сөздерді жатады? Өрмекші. Сұрақ қойшы, өрмекші деген сөзге. Сұрақ қоямыз. Сұрақ қой, өрмекші деген сөз бар. Қайрат келе ғой. Келемеш келесі қалып аулады қойдық, я? Өрмекші. Не? Өрмекші. Сұрақ қойып білу керек. Отыр. Қайталау керек көбірек. Ал ары қарай келесі балада айтамыз. Айша келе ғой. Барлық алып келесі сөзге дайындап тұрмыз. Келе ғой. Апай, Айшадан келе ғой. Асқарда өшіргіш бар дейді. Ал Асқарда өшіргіш бар. Асқарда не бар? Ал қай сөз таңдарды? Зат есім. Дұрыс. Жақсы отыра. Жарайсың. Я, алдыға? Не дейді? Мәнерле? Дұрыс. Мәнерле өлең оқыды дейді. Дұрыс. Я, мәнерле өлең оқыды. Өлең. Дұрыс. Сұрағын айтшы. Молодец. Жарайсың. Отыра. Жарайсың. Келемін. Міне ақтан қане қалып келеміз көрейік. Кет. Жылдам келе ғой. Я. Бер жақтан аудара. Я. Не дейді? Менің көзім үлкен. Жаңа түскен келді, иә? Менің көзім Менің көзім үлкен дейді. Ал қай сөздерді айтады? Менің көзім үлкен. Үлкен. Қандай дұрыс? Қай сөз тақтарына келеді? Сан есім. Жарайсың. Бала
жұмысқа кірісеміз, балалар. Дәптерімізді қиғашына қойып, жазамыз. Дәптерімізді қиғашына қойып, сабақ жазамыз. Таза ауа таза деп тұрса, әрі қарай. Әрі қарай. Әрі балалар кәнекей жазып жатырмыз ба? Тамаша. Әрі қарай. Сонда балалар бізде бірнеше сөз таптарымен танысқан едік, иә? Сөз таптары ішінде зат есім, қайталай отырыңыз. Зат есім, сын есім, сан есім, және етістік. Және балалар біздер бұл сөз таптарларының әрқайсының түрлерін білеміз. Зат есімнің дара және күрделі түрі білеміз, иә? Дара зат есімде не атаймыз? Дара зат есімде не атаймыз? Кәне мысал келтіре қойшы дара зат есімге. Дара зат есімге келтірейік бірінші. Зат есім дара. Сан есім, иә? Дара сан есімге 7.